Құрметті респондент, сіздің назарыңызға жалпы мемлекеттік статистикалық байқау бойынша бір КС айлық орындалған құрылыс жұмыстары қызметтері туралы есептің видеонұсқаулығын ұсынамыз. Статистикалық есепті экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жүктеуші кодтарына сәйкес негізгі және қосалқы қызмет түрлері 41 ғимараттар құрылысы, 42 имараттар, 43 мамандандырылған құрылыс жұмыстары болып табылатын, жұмыс істейтіндер саны 100 адамнан асатын заңды тұлғалар және де олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады. Тапсыру мерзімі есепті кезеңнен кейінгі 4-ші күнге дейін қосалғанда. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен және де есепті кезең көрсетіледі. ПСН коды толтырылады. Бірінші бөлімде нысанды толтырған кезде құрылыс жұмыстарының орындалған аумағына назар аударыңыз. Егер де заңды тұлға құрылыс жұмыстарының орындалған аумағы 2 немесе бірнеше облыста болса, есепті 2 немесе бірнеше нысанды толтырады. Екінші бөлімнің бірінші қатарында орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі, соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары, күрделі жөндеу, ағымдағы жөндеу көрсетіледі. Соның ішінде орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 1/1 қатарында тұрған ғимараттар, 1/2 тұрғын емес ғимараттар, 1/3 имараттар көрсетіледі. Екінші бөлімнің екінші қатарда мұнай-газ секторында орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі көрсетіледі. Соның ішінде 2/1 қатарда магистралдық құбыр жолдарды жүргізу бойынша құрылыс жұмыстары, 2/2 қосалқы қызметтерді қосалғанда, жергілікті құбыр жолдарды жүргізу бойынша құрылыс жұмыстары, 2/3 өзге де құрылыс жұмыстары көрсетілген қызметтер. Екінші бөлімнің 5-ші бағанында мемлекеттік бағдарламалар бойынша нұрлы жол, өңірлерді дамытудың 20-20 жылға дейінгі бағдарламасы, жұмыспен қамту 20-20 жол картасы іске асыру шеңберінде орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі көрсетіледі. Үшінші бөлімнің А бағанында экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жүктеуші кодтарына сәйкес құрылыс саласында 41-43 кодтары бойынша толтырылады. Бағанда толтыру кезінде код 5 белгіге дейін көрсетіледі. Үшінші бөлімнің 2 мен 18 аралығындағы бағандарында салынып жатқан ғимараттар мен имараттар түрлері көрсетіледі. Есептің соңғы бетінде мекеменің атауы, мекен-жайы, телефоны, электрондық почта мекен-жайы және де алғашқы деректерді жариялауға келісеміз немесе алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз деп көрсетіледі. Бір КС статистикалық нысаны толтыру бойынша инвестиция және құрылыс статистикасы басқармасына сұрақтар бойынша хабарласуыңызға болады.